Сәлем барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Осындай тез жасалатын кешкі астың рецептін сіздерге ұсынамын. Сіздер де жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге осындай тауықтың аяқтары голен қажет болады. Тұзын салып қойғанмын, сіңіп тұрсын деп. Осындай тәтті бұрышымызды, тәтті паприка деп аталады. Осындай қара бұрышымызды бір шай қасықпен, сосын тәтті тұз кристаллигімізді қосамыз. Аздап соевый соусымызды қосамыз. Кез келген тауыққа арналған приправалар бар, соны қоса берсеңіздер болады, егер өздеріңізге ұнаса. Мен осындайды қосып жібердім. Жақсылап пісінгенше араластыратын боламыз. Қолымыздың көмегімен де әбден мыжғылап алыңыздар, сіңсін, жан-жағына жағылсын. Осындай енді тойымды болсын деп аздап картошканы да қосып жібердім. Жанына чеснокпен тек помидорды қостым. Кез келген көкөністі пайдаланып қоссаңыздар болады, егер өздеріңізге ұнап жатса. Енді оны да жақсылап араластырып, 1-2 сағатқа, кем дегенде 1 сағатқа қалдырып қоямын. Мариновкасы жақсылап сіңсін тұзы. Осындай арнайы пакетик бар, соған салатын боламыз. Тауыққа арналған, соған салып пісіріп алатын боламыз. Осыған салып 200-250 градуста 45 минуттай пісіріп аласыздар. Өзі тез піседі. Аздап осындай маргарин, сармайымызды қосып жіберейік, сочный болып шығады, өйткені керемет болып шығады. Осында қосып жіберіңіздер. Осындай арнайы өзінің жабатын, байлап қоятын жібі болады. Онда тартып, жіп байлап қойыңыздар. Енді пісіріп аламыз. Міне біздің тауық етіміз өте керемет болып пісіп шықты. Тура қазанға пісірілген қуырдақ сияқты болып қызарып шығады. Иісі де өте керемет болып шықты. Әрі біз сұйық су ештеме қолданбадық. Өзінің суы сочный болып шығады. Ең бастысы, мариновкасы жақсы болса болды. Оңай жасалатын тағамдардың түрі. Сіздерге ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.